Бұл видеода аяқтағы варикозды тамырлардың ауруын қалай емдеу керектігін айтамыз. Көбіне варикоздан зардап шегетін адамдар оған мән бермей, өзі жазылып немесе өзі сауып кететініне сенімді. Бірақ есіңізде болсын, аяқтағы варикоз ол үдемелі ауру. Яғни вена қабырғасының қайтымсыз өзгерістерімен сипатталады. Бұл дегеніміз, зақымдалған венаның қалыпты тонусы, жақсы қалпын қайтадан қайтара алмаймыз. Варикозды емдемесе не болады? Бұндай жағдайда оның асқынулары дамиды. Бірінші, зақымдалған венада тромб түзіліп, вена қабынады. Ол ауру тромбофлебит деп аталады. Егер ол тромб үзілсе, жоғары қарай қан айналыммен жылжып, өкпенің артерияларын бітеп, өкпе артерияларының тромбоэмболиясын шақырады. Ал бұл жиі кенеттен өлімге алып келеді. Екінші, аяғыңызда қайтпайтын массивті ісіну пайда болады. Массивті дегеніміз яғни үлкен ісінулер. Аяқтың ауырлауы, сыздауы, терісінің қышуы орын алады. Бұл веналардың толық істен шыққанын көрсетеді. Созылмалы венозды жетіспеушілік дамиды. Үшінші, аяқта қан айналымының бұзылуынан теріде жазылмайтын жаралар пайда болады. Ол трофикалық жаралар деп аталады. Ал бұндай жағдайға түспес үшін варикозды ауруды болдырмаудың профилактикасын жүргізу керек. Әсіресе егер сіздің тұқымыңызда, генетикаңызда варикоз ауруынан зардап шегетін туысқандарыңыз болса, онда сізде ертерек алдын ала ем шараларын жүргізу керексіз. Ол мынадай қарапайым іс-әрекеттерден тұрады. Бірінші, ұзақ уақыт бір қалыпта отырмау. Бұл венозды тоқыраудың пайда болуына әкеледі. Арасында тұрып, аяқтарды жазып, жаттығулар жасап тұру керек. Көп түрегеліп тұрған жағдайда отырып тұрып жаттығулар жасау керек. Жаяу көбірек жүру. Өкшесі 5-6 сантиметрден кем аяқ киім кию. Кешкі уақытта аяқтарды 1 сағат жоғары көтеріп жату. Артық салмақтан арылу, спорт және йогамен айналысу қажет. Спортпен айналысу өте маңызды. Ол арқылы аяқтағы қан тамырлардың тонусын, қабырғасын жаттықтырып шынықтырамыз. Егер сіздің аяғыңызда варикозды ауру болса, оның емімен хирург немесе флеболог маманы айналысады. Себебі ол хирургиялық патология. Алдымен аяқ веналарының ультрадыбыстық зерттеуін жүргізіледі. Бұл міндетті түрде диагноз қою үшін жасалады. Венаның қаншалықты зақымдалғанын анықтаған соң, соған орай тиісті ем тағайындалады. Ең бірінші сіз эластикалық компрессионды трикотаж киюден бастайсыз. Ол шұлық, белье, гамаш, бинт болуы мүмкін. Ол тонусынан айырылған венаны сыртынан қысу арқылы, компрессия, яғни басу арқылы оның одан әрі кеңейіп кетуінің алдын алады. Венада қан айналымды қалпына келтіреді, ісінуді азайтады. Екінші, ол медикаментозды ем. Тек көрсетілім бойынша ғана гепарин препараттары, қабынуға қарсы препараттар, егер тромбофлебит болатын болса, антибиотиктер, егер аяғыңызда трофикалық жаралар болатын болса, диасмин препараттары, оған детралекс, флебодия жатады. Бұл венотониктер ауруды түбімен емдемейді, тек ісіну, ауырсыну симптомдарын азайтады. Және ескеретін жағдай, сыртқа жағуға арналған түрлі жақпа майлар, маздер, гелдер, қолдан жасалған майлар, немесе шөп тұнбалары бұл венозды ауру кезінде әсері жоқ. Егер вена қатты деформацияланған болса, онда радикалды емдеу әдістері ұсынылады. Олар эффективті, қауіпсіз және жарақаттану да аз болып келеді. Негізі жүргізілетін ем түрлері склеротерапия. Бұл кезде зақымдалған вена ішіне арнайы препарат енгізеді. Сол сәтте венаның қабырғасы деструкцияға ұшырап, жабысып қалады. Кейін өзінен жойылып кетеді. Екінші, эндовазальды лазерлі облитерация. Былайша айтқанда лазермен емдеу ең жақсы әдіс немесе алтын стандарт деп те атауға болады. Венаны оперативті алып тастау, егер венаның деформациясы ауқымды болса. Жоғарыдағы аталған методтар жарамаса, онда осы әдіс жүргізіледі. Венаны шунттау, коагуляциялау,
абляциялау деген әдістер тағы бар. Әр пациент жағдайы индивидуальны болғандықтан қай емді таңдау керек екенін тек дәрігер ғана шеше алады.